Екі жасқа бақытты тілеу керек, жан-жағынан ақыл айтып тілеу керек. Қолтығына сүйетін абысындар орамал таққан міне білу керек. Қалайша мен қош жөндеге қадалмасын, қалайша беташымен бара алмасын. Екі абысын түсінбедім айналайын, қолтық сүйетін яқтығын жаланбасын. Үмітін елдің бүгін ақтадым ба, екеуіңе мен бірден айтып жақпадым ба? Мақұл ғой тойда жаланбас жүрсем дағы, қолтық сүйіп дәл қазір тұрғандарды таппадың ба? Қалай тұрғанын ағайын көріңдерші, қатарына жақсының еліңдерші. Екі жеңше жаланбас түреден ғой, бастарына бір салпетті беріңдерші. Орамалмен әйел намыс қорғайды ғой, имандының бағие солмайды ғой. Абысындар қолтық сүйіп тұрғаннан соң жаланбас тұру болар болмайды ғой. Иманмен жүрегіміз нұрланады, өлеңмен талай сөзін жырланады. Қолтық сүйер абысынан жас келінде осы қалай болса содан үлгі алады. Жақсылыққа басатын қадам көп па, оятатын сөзбенен санам көп па? Ай, Марина жеңше орамал беріңдерші, орамал қауып беретін адам жоқ па? Күлімдеген жүзде ар шығар дейін, той болып жатыр аллам жар шығар дейін. Әжелердің ең болмаса сумкысында запасынан орамал бар шығар дейін. Аналармен үлгі алып өсіп келші, самал сенің алдынан есіп келші. Жүлек орамал боймал жатса апаларың бастарында орамалды шешіп келші. Бәріне сәлем салып жағу керек, менің де бір шабығын шабу керек. Жас келінге орамал салам деп жүргенде екі абысынға орамал тағу керек. Әрине бұлар да келін болып жағынады. Жақсы келінді әрбір қазақ сағынады. Бір абысын орамал таққаннан соң екінші абысын ағылады. Орамалда ел көрсе қызығады, қыз секілді келіндер де сызылады. Бұл кісілердің тақпай келген себебі бар, тақсанмен прическа бұзылады. Киеліңді өлеңмен қыспадың ғой, әлсіздермен ұспадың ғой. Әдемі орамал